Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 3-ші сынып математика пәні 26-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы екі жиынның бірігуі және қиылысуы. Менің қызығушылығым, бүгін сендер екі жиынның бірігуін және қиылысуын белгілейсіңдер, құрастырасыңдар және бейнелейсіңдер. Сабақты соңына дейін қараңдар, сендерге пайдалы болады деген ойдамын. Бірінші есеп. Біздің сыныптың оқушылары шахматпен және бимен айналысады. Сұрақтарға жауап бер. Қанша бала шахматпен айналысады? Міне. 1, 2, 3, 4. Мына шеңбердің ішінде болғандықтан 5 және 6 бала шахматпен айналысады. Қанша бала бимен айналысады? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне, 6 бала шахматпен бимен айналысады. Қанша бала шахматпен де бимен де айналысады? Міне, көрсетіліп тұр. Шахматпен де бимен де айналысатын ол бізде екеу, Сырым мен Назгүл. Келесісінде Болаттың шахматпен де бимен де айналысатыны рас па дейді. Болат, міне, Болат қайда немен айналысады? Шахматпен айналысады. Демек, рас емес, дұрыс емес. Болат Сырымның шахматпен де бимен де айналысатыны рас па? Міне, Сырым. Сырым міне, бимен де шахматпен де айналысады. Ол рас. Сурет бойынша сұрақтар ойластырып, оны досыңа, құрбыңа қой дейді. Осыған байланысты және сурет бойынша сұрақ қой дейді. Енді келесісінде міне, қанша бала тенниспен айналысады және қанша бала сумен, қанша бала жүзумен айналысады. Санаймыз, міне, тенниспен 1, 2, 3, 4, 5 бала бұл тенниспен айналысады. Мына жерге тенниспен айналысады. Ал бізде суға жүзумен айналысатын 1, 2, 3, 4 бала екен. Міне. Ал 2 бала бізде. 2 бала алмамен санат, бұл сумен де тенниспен де айналысады деген сөз. Әселдің тенниспен де жүзумен де айналысатын рас па дейді. Міне, Әсел. Әселді қараймыз. Әсел тек қана жүзумен айналысады. Ол рас емес. Екінші есеп. Біздің сыныптың кейбір оқушылары сүйікті пәні ретінде математиканы және жаратылыстануды атады. Сызбаға берілген сұрақтарға жауап бер. Неше оқушы математиканы сүйікті пәні ретінде атайды? Өте оңай. Бүгін өте оңай есептер. Енді математикаға неше оқушы қатысады? 1, 2, менде жазылмай тұр. 3, 4 және 5. 6, 7. Міне, математикамен айналысатын оқушылар саны 7. Міне. Неше оқушы жаратылыстануды сүйікті пән ретінде атайды? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 оқушы. Неше оқушы математиканы жаратылыстануды сүйікті пән ретінде атайды? Міне, өздерін көріп тұрғанда 2 оқушы, міне, жаратылыстануға да қатысады, математикаға қатысады. Олар Әлия мен Бекзат. Санжардың математиканы да жаратылыстануды жақсы көретіні рас па? Санжар тек қана жаратылыстануды жақсы көреді. Бұл рас емес. Жоқ, ол жалған. Диастың математиканы жақсы көретіні рас па дейді. Диас ол да жоқ, жалған. Өйткені ол жаратылыстануды жақсы көреді. Үшінші есеп.
Суреттегі жиындардың қиылысқан бөлігіндегі элементтерді ата, жиындардың қиылысуына атау бер дейді. Енді 5-ке бөлінетін сандар және 4-ке бөлінетін сандар. Міне 5-ке бөлінетін сандар бізде көрсетіліп тұр. Және де 4-ке бөлінетін сандар, және де 4-ке де 5-ке де бөлінетін сандар. Міне қиылысуы, міне жиынның қиылысуы бізде, және де біздің 20-да 40-та 4-ке де 5-ке де бөлінеді. 4-ші есеп. 3-ші сынып оқушылары көрмеге және музейге экскурсияға барды. Көрмеге 12 оқушы, ал музейге 18 оқушы барды. 4 оқушы көрмеге де, музейге де барды. Экскурсияға барлығы неше оқушы барды? Мұнда 4 оқушы көрмеге де, музейге де барды. Енді көрмеге 12 оқушы барды, міне музейге 18 оқушы, көрмеге де, музейге де 4 оқушы барды. Енді біз 4 оқушы деген көрмеге барған оқушылар санынан 4-еуін азайтамыз, және музейге барған оқушылар санынан 4-еуін азайтамыз. 12-ден 4-ті азайтамыз 8, 18-ден 4-ті азайтамыз 14, 8-ге 4-ті қосамыз, және де 14-ті қосамыз. 8 дегеніміз бұл біздің көрмеге барған оқушылар, 14 музейге барған оқушылар, және 4 оқушы біздің екеуіне де барған оқушы, яғни көрмеге де, музейге де барған оқушы. Сонда барлығы 26 оқушы болды. Экскурсияға барлығы 26 оқушы барды. Міне осылай жазып көрсетсеңдер болады. 5-ші есеп. 20-ға дейінгі 2 таңбалы жұп сандар жиынының барлық элементтерін жаз. 20-ға дейінгі 2 таңбалы тақ сандар жиынының барлық элементтерін жаз. Міне, мұнда жұп сандарды жазамыз. Мұнда жұп сандарды жазамыз 12. Ал мұнда тақ сандарды жазамыз 15. Міне осылай тақ сандарды жазып шығасыңдар. Тапсырмасы. Қай жиын осы жиындардың бірігуі болады, оның элементтерін жаз дейді. Бірігуі бұл бізде 10, 11, 12 барлығы, жалпы 20-ға дейінгі сандардың барлығы бірігуі болады. Және де бұл жиындар бір-бірімен қиылыспайды. Міне, бұлай қиылысу қажет еді. Егер бұлай тұрған кезде қиылысатын еді, бұлай орналаспаған жеке-жеке жиындар болып тұр. Демек, бұл жерде жиындар қиылыспайды деген сөз. 6-ші есеп. Алтыншы есепте есептерді шығар, яғни шарт құрып шығаруымыз қажет. Маржан дүкеннен 8 теңгеден бетбелгі және 7 теңгеден күнтізбе сатып алды. Ол осындай 5 бетбелгі және 4 күнтізбеге барлығы қанша теңге төленді дейді. Төлейді. Міне бетбелгі шартын құрамыз. Бұл жерде барлығы деген сөз кездескендіктен біз барлығының құнын табамыз. Міне көрсетіліп тұр. Біз 8 теңгеден 5 бетбелгі алғандықтан көбейтеміз. 8-ді 5-ке көбейтеміз 40, 7-ні 4-ке көбейтеміз 28, 40-қа 28-ді қосамыз, сонда 68 шығады. Маржан барлығы 68 теңге төлейді. Жалпы құны, міне есептің шарты. Тапсырмасында Санжар бумадағы бір рет қолданылатын стақандарды 345 теңгеге және 5 теңгеден 9 түтікше сатып алды. Ал Маржан 8 теңгеден 5 қасық, 250 теңгеге бір бума майлық сатып алды. Олар екеуі бірге барлығы қанша теңге төледі? Жазып аламыз және де көбейтеміз. 5-ті 9-ға көбейтеміз 45, 345-ке 45-ті қосамыз 390. Демек, Санжар бізде 390 теңге төледі. Ал Маржанды табамыз. 8-ді 5-ке көбейтеміз 40, 250-ді 1-ге көбейтеміз 250, 250-ге 40-ті қосамыз 290. Маржанның төледі 290 теңге.
Енді 390-нан 390-ға 290-ды қосамыз, себебі біз барлығы қанша ақша төлеген табу үшін. Сонда бізде 680 теңге болды. Екеуі бірге барлығы 680 теңге төледі деген сөз. Жетінші есеп кестені пайдаланып тура теңдік және теңсіздік құрастыр. Міне кестені пайдаландым, мен теңдік пен теңсіздік құрастырдым. Сендер де солай шығарсаңдар болады. Соңғы есеп дұрыс пікірді тап. Дөңгелектің ортақ бөлігінде көк немесе кішкентай кеселер орналасқан. Міне ортақ бөлігінде үлкен және кіші көк кесе дейді. Ол дұрыс емес. Келесі, дөңгелектің ортақ бөлігінде көк және кішкентай кеселер орналасқан. Көк дейді, кішкентай кеселер орналасқан дейді. Жоқ, бұл да дұрыс емес. Келесі, дөңгелектің ортақ бөлігінде, мынаны сұрап жатыр бізге. Ортақ бөлігінде деп. Ортақ бөлігінде кішкентай көк кеселер орналасқан. Дұрыс па? Міне кішкентай көк кеселер орналасқан. Пікір дұрыс. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Жиынға берілген тапсырмалар. Сендерге сабақ ұнады деген ойдамын. Егер сендерге сабақ ұнаса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар. Бұл мен үшін өте маңызды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.